Кулы үш қиян, Сарыарқа сияқты толғау дастандарында қазақ жерін отарлаушыларды батыл әшкерелеп, озбыр саясатқа қаймықпай қарсы тұрды. Ата-бабаларымыздың қасық қаны қалғанша қорғаған жерін отарлаушылардың табанының астына таптатқысы келмеген жан күйзелісі көрініс тапқан. Үш қиян Батыс Қазақстан өлкесі Атырау аңғары ойыл, қиыл, жем, сағыз өзендерінің айналасы. Үш қиян толғауында осы жерлердің отаршылдардың қолында кеткені, елдің өрісінен айырылып торыққаны жырланады. Соның салдарынан заман бұзылды, ақшалының күні туды, пара пәле көбейді, арамзалар болыс болып ел биледі, ағайындық пен татулыққа жік түсті, ел үшін жылпостар жайлады, дәулеттіден бақ кетті деп күңіренеді. Тәуелсіздігінен жерінен айырылған қазақ қайда бармақ? Мұрат осыны ойлап терең ойға батады. Бұрынғы асан қайғы, қазтуған орақ, Телағыз сынды ірі тұлғалар өскен жерден айырылған, ендігі ұрпақ қайтпек. Адамдар арасында адамгершілік азайды, мейірім жоғалды деп өкініп ренішін білдіре, кейпін сынай жырлады.